Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендер жаратылыстану сабағында Архимед заңы деген тақырыппен таныстыңыздар. Ол туралы бейнефильм көрдіңіздер. Ал екінші тақырыбымыз Архимед күші немесе кері итеруші күш деп аталады. Қазір сіздермен бірге сол күш туралы кеңірек танысуға тырысамыз. Мұқият тыңдаймыз. Кез келген дене суға түскен кезде оған екі күш әсер етеді. Ол күшті физикада немесе келесі сіздер үлкен сыныптарда өтетін пәндерде F пен белгілейді. Міне F тяжесть деп тұр, ол ауырлық. Бізде оны F пен белгілейміз, ауырлық күші. Міне F ауырлық күші. Ол затты төменге батырады, өзінің ауырлығымен ол төменге батады. Ал екінші күш, міне F арх деп тұр балалар. Екінші күш, ол Архимед күші. Ол затты кері итереді жоғарыға қарай. Естеріңізде болса, сіздер суға барған кезде, сіздер судың астымен кез келген адам жүруге қаншалықты тырысса да ол жүре алмайды. Өйткені оны кері қарай итеріп, су бетіне шығарады. Бұл заңды Архимед ваннада шомылып отырып тапқанын және Эврика деп айғайлаған сіздер алдыңғы сабақта бейнефильмде көрдіңіздер. Енді дәл осы Архимед күшін кеме жасау құрылысында да пайдаланады. Кеменің не үшін суға батып кетпейтінін міне кері итеруші күш арқылы түсіндіреміз. Ал неге оның жартысы батып тұр? Өйткені оның ауырлық күші төменге осыншама бөлігін батырып тұр. Ал үстіңгі бөлігін кері итеруші күш, яғни Архимед күші судың бетіне қарай итеріп тұр. Ал енді егер сол кемеге жүк салынса ше, қараңыздар, міне жүк салынған кеменің суреті. Бірақ бәрі біздің кемеміз толық батып кеткен жоқ. Бірақ бірінші кемемен салыстырғанда оның көп бөлігі судың астында. Алда көрдіңіздер ме? Енді байқаған болсаңыздар, бірінші суретте де міне қара сызық бар. Екінші суретте де қара сызық бар. Ол сызық waterline деп аталады, яғни осы жүктің көлемі, яғни жүк салғаннан кейін судың биіктігі осы сызықтан асып кетпеу керек. Енді өзіміздің күнделікті өмірде пайдаланып жүрген заттарды суға салып бірнеше эксперимент жасаймыз. Мысалы, біз оны жасамасақ та, бізге белгілі резинадан жасалған ойыншық суға батпайтынын білесіздер, ағаштың батпайтынын білесіздер. Іші ауаға толтырылған доптың батпайтынын білесіздер. Ал мынау темір түйіршіктері, оны суға салған кезде қандай болады? Ол үшін біз бірнеше эксперимент жасап көрейік. Бірінші эксперимент. Мына заттардың барлығын сіздер суға салып көріңіздер бір-бірден. Егер ол суға батса, мынандай бағытты стрелканы төмен қаратып қоясыздар. Ал суға батпаса, сіздер оны жоғарыға қаратып қоясыздар. Екінші эксперимент. Мына оқушы ермек саздан екі пішіндегі зат жасады. Біріншісі домалақ етіп жасады, және оны суға салып көрді. Екіншісі ұзынша етіп, оның пішінін кеме сияқты етіп жасап, суға салып көрді. Осы экспериментті үйде қайталап көреміз, нәтижесін дәптерге жазамыз. Үшінші эксперимент. Бізде екі жұмыртқа берілген. Қараңыздар, бірінші жұмыртқа судың астына батып тұр, ал екінші жұмыртқа судың бетінде. Ол неліктен деп ойлайсыздар? Иә, бірінші жұмыртқа таза суда,
екінші жұмыртқа тұзды суда. Үшінші эксперимент. Бірінші стақанға таза су саламыз, ал екінші стақандағы суға 3-4 қасық тұз салып, ерітіп, одан кейін жұмыртқаны салып көреміз. Және нәтижесін дәптерге жазамыз. Сау болыңыздар.